Армысыздар менің қолдаушыларым. Менің арнама қош келдіңіздер. Егер арнаға тіркелмеген болсаңыз, онда міндетті түрде тіркеле кетіңіз. Көп рахмет. Алланың нұры жаусын. Күн қышқаша тасаланысымен, ат шаптырым жалпақсаз алабы ала көлеңке тартты. Тек тұрмасты жағалай өскен қалың қамыс тым-тырыс қарауытады. Бұлайғы беттегі тауда, далада тұнжырай мүлгиді. Шоқ-шоқ бұта шабуылға шыққан әскерлердей сұс танытады. Түн қараңғы болады деді Көка ренішін жасырмай. Айтқанға көнбедіңдер, ертең келу керек еді. Қорқатының бар, несіне ілестің деді әуес дүңк етіп. Жаның тәтті екен сабас. Дауды қойыңдар дедім мен араға түсіп. Көка оттың қып-қызыл шоғын көсей бере басын жерден жұлып алды. Сендер қорқытпайсыңдар ғой деді. Әйтпесе ортайға айтамын. Көкәнің көздері бадырайып, шаштары тікірейіп, үрейленіп тұр. Сен тұрмақ өзімізде атартаңды көзімізбен атқызып жүрмесек, деді әуес. Ортай деп отырғаны біздің сынып жетекшіміз. Сөзіне ісі сай деп апам аузынан тастамайтын. Тапалтақ шойын қара жігіт. Каникулға шығарда бізді жинап алып, сендер енді саяхатшысыңдар. Өлкемізді зерттейміз, ақ шатыр тігеміз, түнде далаға түнейміз, тауға шығамыз, бүркіттің ұясын көреміз деген соң-ақ балалар жол қапшықтарын әзірлей бастаған. Ертеңінде Ортай 3 баланы жалпақсазға жеткізіп тастап, ауылда қалғандарды алып келуге жүріп кетті. Содан әлі жоқ, күн болса батып барады. Әппақ шатыр мен сатырлай жанған қуғарағай ғана бұл маңда тіршілік барын аңғартып тұр. Сәлден соң ымырт түсіп, жұлдыздар аспан төріне шоғырлана қалды. Ортай бүгін келмейді, деді шатырға кіре Көка. Мейлі, ол келмесе де қорқа қоймаспыз, деді әуес. Өзі үнемі үлкен адам сияқты сөйлейді. Дауласуға әркез әзір. Қорыққанға қос көрінеді, дедім мен. Үшеуі де үнсіз қалды. Түн, шатыр іші ала көлеңке, балауыз шам ала шыққанымыз оңды болар ма? Соның өзінде тарс бүркенген Көкаға қарап мен де елегзеймін. Тезірек ұйықтап кетсем шіркін, содан кейін не болса о болсын деймін іштей. Мен ертег айтайын деді, арғы шетте жатқан әуес. Аударылып түсіп еді, жайылма төсек шықыр етті. Уақыт өтсін. Ал мейлі. Көкәнің даусы көрпенің астынан тұншыға естілді. Ертеде ешкі құйрығы бөрте екен. Қырғауылдың құйрығы ұзын екен. Алаңқай деген шаһарда бір патша билепті. Қазынасы алтынға, қорғаны әскерге толы, елге қытымыр, қаһарлы патша болыпты. Сол патшаның жан дегенде жалғыз ұлы бар екен. Ұлы күндердің күнінде дертке шалдығып, патша көңіліне қауіп кіріпті. Аспандағы айдапер деп сандырақтайды екен. Сасқалақтаған хан жер-жерге ат шаптырып, бақсы балгер шақыртыпты. Бірақ дертке дауа таба алмай, күннен күнге баланың жағы суалып, ауруы асқына түсіпті. Амал таппаған хан ел жұртына жар салыпты. Кімде-кім баламды емдеп жатса, дүниемнің жартысын беремін, қаласа өзіме уәзір сайлаймын, депті. Күндердің күнінде патша сарайының қақпасын ақ киімді, ақ сәлделі адам келіп қағыпты. Қақпа сақшылары салған бойда сарайға жүгіреді. Патша, кенет Көка ту сыртымнан нұқып қалып, бұлай қара деді. Шатыр есігінен ақ киімді еңгезердей біреу кіріп келе жатыр. Сұмдық-ай, өңім бе түсім бе? Ертегішінің де үні өшті. Кеңселе басқан ақ киімді адам бізге жақындады. Міне, қазір мені бас салады.
Жүрегім тоқтап қалғандай. Сөйткенше ақ киімді кері бұрылды. Екі қолын жайып күбірледі. Бата оқыған болып бетін сипады. Сонан соң әуеске беттеді. Енді не істер екен? Әуесті буындырады. Батырсынған ертегіші, күнің бітті. Бірақ ақ киімді адам әуеске де тимеді. Басын тұқырайтқан күйі шатыр ішінде сенделіп жүріп алды. Енді бір сәт әлгі тізерлеп отыра қалды. Мұнау шайтан емес, деді Көка құлағыма сыбырлап. Бісмілладан қорықпайды. Ол жауап қайтарудың орнына жауырынымның ортасынан шымшып алды. Бір уыс етімді жұлып әкеткен шығар, айғайлап жібердім. Ойбай! Әп сәтте біз күтпеген оқиға болды. Дауыстан шошынған әуес пен Көка қоса шыңғырып жіберді. Ақ киімді адам атып түрегеліп, ішек сілесі қата күлді. Әй қорқақтар, мен Сапармын деген кезде өз құлағыма өзім сенбедім. Иә, соның даусы сияқты. Балалар, мен сендердің кластастарың Сапар Бекожаевпын. Мені ортаяға жіберді. Сол-ақ екен, шатыр іші ұмар-жұмар болды да кетті. Әуес ақ киімді әулиені алып ұрып, түйгіштеп жатыр. Зығырданым қайнағаны соншалық мен де кірісіп кеттім. Ағатай, мен қалжыңдап едім, деп жалынды Сапар. Қалжыңның көкесін көрсетейін саған, ақ киімді албасты. Төрт тағандап сыртқа ұмтылған Сапар қаша жөнелмек еді, әлденеге шалынып омақаса құлады. Кешіріңдер, балалар, деп жан ұшыра дауыстап бетін қорғады. Бәріміз де қалт тұра қалдық. Көка шиқылдап күліп жіберді. Оған әуес қосылды. Мен ішімді басып, жантая кеттім. Сапар оранған масаханасын шешіп, жерге лақтырып тастады. Өздерің кінәлісіңдер, деді ол жыламсырап. Сендердің ертегілеріңді естімесем, масахана жамылып қорқытпас едім. Жүрегіміз жарылып кетсе қайтесің, деді Көка шынын айтып. Сау қалдың ғой әйтеуір. Онан да су әкелші, бет-аузымызды жуайық. Тө, бой-бой болып терлегенім, деді Сапар. Сауап саған, ақ киімді әулие, дедім мен. Көп кешікпей сырттан мотор гүрілі естіліп, есік алдына машина тоқтады. Дала жиһангерлеріне сәлем, деді кабинадан түскен басшымыз. Қорыққан жоқсыңдар ма? Бәріміз бір кісідей басымызды шайқадық. Машинадан жүкті түсіріңдер, басқа шатырларды да құрыңдар, деп бұйырды ол. Балалар машинаға лап қойды. Ертеңгісін керней үні оятты бізді. Барабандар дүрсілдеп қоя берді. Тауға шығамыз, деді ортаяғай рапорт қабылдаған соң. Киік белеңді, бие симасты өрлеп, қышқаш қорғанысына барамыз. Балалар қуана дауыстап жіберді. Алға, шабуылға шыққан Суворов жауынгерлеріндей алға лап қойдық. Әншенде тау аласа сияқты еді. Аздан соң аяғымыз тала бастады. Отряд жарты сағат демалсын. Біздің тек күткеніміз осы, деді Көка мәз болып. Қапшықтарды жерге қойып, отыра кетістікте төменге көз тастадық. Қышқаштан құлаған селдей өзені ен далаға аранын аша ұмтылған алып айдаһардай ирелеңдеп, гүрілдеп ағып жатыр. Біздің ауыл сонау тұста, деді әуес, сұқ қолымен құбыла бетті көрсетіп. Жоқ, мына жақта, деді Сапар, дау айтып. Мен атамды есіме түсірдім. Дәл қазір қара керді су қарып, жалын тарап жатырау. Қартайғанда осы бір малы құрғыр бәле болдау, деп апам күңкілдеп қойып, шай қамдап жүрген шығар. Балалар, мен бие симастың өткен тарихын әңгімелеп берейін, деді Ортай. Біз алқа қотан отыра кетістік. Бие симас бұрын ақ пен қызыл соғысында Қытайға бас жолы болған. Қышқаш қорғаны әлі алдама?
Тауға өрмелейміз ғой. Қиын шығар, сол сәтте шаршаған жоқсыңдар ма, деді бізге сынай қараған Ортай ағай. Жоқ деп балалар шу етті. Алға. Қышқаш бекінісіне беттеген жол бойынан шошақ бейіт көрінді. Біз айналма жолмен келеміз. Әдейі жер көрсін деп бұрылдым деген әлгінде ағай. Шынында лагердің тұсы екен. Бетпен өрлесе бейіттің өзіне қас қағым сәтте жетуге болады. Алғашқыда ғажап мұнарама деп қалдық. Терістік беті құлап, бүйірлері үңірейіп, сұс танытады. Айналасы мыжырайған ескі молалар топ-топ шеңгел өскен. Талай адамның жанын жаралап, көңіліне қаяу түсірген бұл бейіт, деді Ортай ағай күрсініп. Қалайша, қайтып, бәріміз жарыса сұрақ қойдық. Ортай ағайда үн жоқ, алға қарай жүріп кетті. Балалар құбыжық көргендей аяғын сескене басады. Жүздерінде қорқыныш табы, әсіресе қыздарда зәре жоқ. Бір-бірімен сыбырлай сөйлеседі. Кенет бейіт ішінен «Аллаху акбар» деген зарлы үн шықты. Қалт тұра қалыстық. Әлі де әз-әзілден арылмаптау бұл маңай. Бұл бейіттің шырақшысының даусы. Бейпіл сөйлемеңдер, деп ескертті Ортай ағай. Қалың қабағының астындағы ойнақшыған қара көздері жалт-жұлт етіп от шашып, ашу танытып тұр. «Аллаху акбар», әлгі дауыс қайта шықты. Биіктігі 10 метрге жуық, алып бейіт іші азан-қазан. Жан жағымызға үрейлене көз тастадық. Айшықты қабырғалар, шей басына байланған ақ шүберектер, жерден ойылған ошақтар, күл-қоқыс, сүйек-саяқ. Беткейде бір топ қой ешкі жайылып жүр. Ортай ағайдың жүзінен мысқыл білінді. Түк түсінсек бұйырмасын. Мазарға жақындағанда ішінен басында ақ сәлдесі бар шоқша сақалды бейтаныс жан шыға келді. «Астапыралла», деді ол шошына. «Әрі жүріңдер, әрі». Үнінде зіл. Ортай ағай ерексе ілгері аттады. Әулие бабамыздың маңынан аулақ. Ортай міз бағар емес. Шыжбалақтаған шырақшы есікке көлденеңдей тұрды. Демімізді ішімізге тартып, тырп ете алмай қалдық. Алға. Ақ сәлделінің жүзіне ұрлана көз тастадым. Аумаған секірші. Жақтары суалған, әжімдері сызат-сызат. Қолында талдан жонып жасаған имек бастаяқ. Танауы қусырылып, терісіне симай ашуланып тұр. Таяғымен Ортай ағайды жасқамақ ыңғайда. Осыдан 2 шақырымдай жерде Қышқаш қорғанысы жатыр, деді Ортай былай шыққан соң. Артыма қарадым. Аулақ-аулақ деп дауыстады ақ сәлделі шырақшы. Ал ақ киімді адам, кәдімгі әулиені көрдің бе, деді әуес Сапарға тиісіп. Кешкісін таяқ жонып беріп, әлгі атаның жанына жіберейік, деді Көка қосам жарланып. Сапар ұяла қызарақтады. Қышқаш шоқысына уәделі уақытта кеп жеттік. Төменде кішірейіп шошақ бейіт көрінеді. Одан әріде біздің лагер шатырлары, желбіреген ту. Оның айналасы кішкене көк жалаушалармен қоршалған. 1-ші пост, 2-ші, 3-ші. Әр қайсының жанында қал жиған кезекші. Субыровтың лагері, деді қиялшыл Көка. Мынау Швеция Альпасы. Швейцария Альпасы деп түзетті әлдекім. Не болса о болсын, қазір төмен қарай сырғанаймыз да жаудың желке тұсынан шығып, тас талқанын шығарамыз, деді Көка. Әй, сен қояннан ештеңе шыға қоймас, дедім. Түу, сен ақ аяқтан шалып біттің ғой, деді өкпелеп Көка. Қышқаш қорғанысының ұзындығы 2 шақырымға жуық. Төбенің бауырын қуалай қазылған ескі окопты көріп тұрсыңдар ма?
Қытайдағы қашқындарды қызылдар бейіт жақтан қарсы алған. Оңы мен солы құз, арты заңғаршың, деді Ортай ағай шоқының басына көтерілгенімізде. Қашқын халықты қызылдар қолға түсіріп, әлгі әулие бейтке апарып жазалаған. Қайтып, деді Сапар. Ортай ағай бәріміздің жүзімізге асықпай қарап алды да окоптың ернеуіне қарғып шығып отыра кетті. Қазақты атып жазалаған, деді Ортай бұған. Қызық екен, деді таңданған Көка. Ортай ағай қабағын түйді. Несі қызық? Аяусыз дүрелеп, құздан лақтырып, таспен атқылап өлтіргені ме? Ат құйрығына сүйретіп, жонын қамшымен тілгілеген. Міне, бір молда ойда жоқта дүниеге келді. Періште болса, қанды бейітке неге келген, дедім мен. Иә, дұрыс айтасың, бейбіт, деп Ортай ағай арқамнан қақты да шатырға кетті. Бейітті бақылауға аламыз, дедім сыбырлап. Мені де тастамаңдар, деді Көка. Бұл құпияны ешкім білуге тиіс емес, деді Сапар. Әлдекімнің төсімді сипалағанынан селк ете түстім. Айқайлап жіберуге шақ қалдым. Әй, бейбіт, деді әлдекім сыбыр етіп. Әу, тіс, ақырын. Киінсеңші. Енді ғана ойыма уәде түсті. Қазір жастықтан басымды көтеріп алдым. Шатыр іші көзге түртсе көргісіз. Сыртта жел гуілдейді. Сипалап жүріп киімімді таптым. Түнгі дала, Ортай ағай шеткі шатырда. Біздің рұқсатсыз кеткенімізді сезсе, ертең сап алдында сүмірейіп тұрамыз. Бір сәт әр шатырдың тұсынан ши түбінде қараңдаған бейнелер пайда болды да, бізге жақындай түсті. Сапар екеуміз отыра қалып санай бастадық. Біреу, екеу, ей, деді сонан соң Сапар. Мыналардың біреуі артық. Ол кім болды екен, ә? Ортай ағай шығар. Онда құрыдық. Қарайғандар бізден қалар емес. Енді адымымызды алшақ алдық. Олар тақымдай түсті. Біз де олар да үнсізбіз. Неге белгі бермейді деймін ішімнен. Мұнысы несі? Есік пен төрдей жер қалғанда бар пәрменімізбен жүгіре жөнелдік. Олар қуып кеп берді. Бетіміз таужақ. Алда мен, артта Сапар. Өкпем өше бастады. Жүгіруге шамам жоқ, деді алқынған Сапар. Мұндайда арықтықтың да пайдасы тиеді екен. Сапар өзіне риза емес. Бөшкедей домалақ, әрі ебедейсіз. Құдды робот сияқты. Екіге бөлініп жасырынайық, деді де, ол кілт бұрылып, борсаңдай жөнелді. Қуғыншылар менің соңыма түскен сияқты. Енді қайттым. Кенет оңқа шоңқа боп ұшып түстім. Жасырынар пана іздедім. Шұңқырлау жерге жабыса қалдым. Тым-тырыс. Әлде қуғыншылар Сапардың соңына түсті ме екен? Сонау төменде лагердің дөңгелек отынының алауы көрінеді. Аспан төрінде жымың қаққан шоқ-шоқ жұлдыздар. Сөйткенше соңына түскен қуғыншының қарасы көрінді. Мен бұға қалдым. Әй, балалар, дейді ол қырылдай дауыстап. Қайдасыңдар? Өй, қорқақтар, шығыңдар бері. Әуестің даусы. Ішімнен кіжініп жатырмын. Мақтаншақ, әуес жақындай берді. Ол жасына атылған жолбарыстай дыбыссыз барып, аяғына жармаса кеттім. Шіркін, батырға да жан керек, дауыстап жіберді. Мұндайда күлмегенде қайда күлерсің? Ол мені қасқыр деп қалса керек. Ұзап барып кері оралды. Есеңді қайтардың, деді ол, өзіне өзі келіп. Бірде-бір. Сендер де қызықсыңдар. Атымызды атап шақырмаушы ма едіңдер? Өткен операцияларын құрысын сендердің. Әлде қайдан пайда болған Сапар бұрқылдап жүр. Басқа біреу болса, түтіп жіберуге бар. Айдалада өстіп дауласу үшін келдік бе дедім. Сапар сөзден тиылды. Тарттық бейітке. Әлгі 5-ші адам кімей? Болат қой. Сапар, сенің кіремей,
Болатқа жақындап келіп бетіне үңілді. Ту, қызық болды-ау деді де кері айналды. Бейітке таяқ тастамдай жер қалғанда тоқтап, тыңдадық. Бейіттің ұшар басындағы ойықтан әлсіз сәуле көрінді. Құлақ ұшынан аңызақ жел ызыңдайды. Беткейге көтеріліп келе жатырмыз. Шындығында барлаушы сияқтымыз. Су қараңғы түнде бейітті бақылап жатырмыз. Тіс, деді Сапар. Кіммен сөйлесіп отырсың? Ақ сәлделі бейіт ішінде екені анық. Жападан жалғыз. Бұл түнде не істеп жүр? Сапар аяғының ұшымен басып, бейітті айналып шықты. Есігі жабық. Саңылау қалдырмай әлденемен тұмшалап тасталыпты. Сұсты қабырғалар қарауытып тұр. Әлде қайдан үкінің ауық-ауық қорқынышты үні шығады. Қайткен күнде де шырақшының қайда екенін білу керек. Мүмкін онда басқадан бар шығар. Мен бейіттің үстіне шығып бақылаймын, деді әуес. Пысықтығында шек жоқ. Нағыз барлаушыға лайық. Қиядан қиыстырып жол табады. Мен оның танауы қусырылып, қарақат көздері жалт-жұлт еткенін сезіп тұрмын. Болат пен Сапар іздеп жүріп, ұзынша сырық алып келді. Көка екеуміз есікті тіредік. Ал шық, деді әуес Сапарға сыбырлап. Мықтап ұстаңдар. Кіп-кішкентай мені көтер алмайсыңдар ма? Құлатсаңдар, дүниенің бүлінгені. Құп болады. Әуесті құтты маймыл дерсің. Сапардың мойнына қарғып мінді. Болат менің үстіме аяғын салды. Қойшы, әп сәтте әуес жарық көрінетін ойыққа жетіп үлгерді. Тым-тырыс, жүрегім дүрсілдей соғады. Ақша санап жатыр деп сыбыр еткен әуестің алғашқы хабары келіп жетті. Онысы несі деп күбірледі Көка. Ақшасын қобдишаға салып жерге жасырды. Біраз уақыт үнсіздіктен соң қалың кітапты оқуға кірісті деген күбір естілді. Шіркін-ай, осы сәтте әуестің орнында мен болсам ше, деймін ішімнен. Иықтала бастады. Әуес үнсіз, тіпті хабар беруді де қойды. Жоғарыға көз тіксем, әуес жансыз мүсіндей қатыпты да қалыпты. Бар назары бейіт ішінде. Біраздан соң әуес жерге түсіп, кеттік, деді күңк етіп. Есіктің тіреуін алыңдар. Жалғыз қорқамын, деді Көка. Түфу, Сапар бейітті айнала берді. Лагерге таяу келіп, жерге жантая кетістік. Бұл ақшаны қайдан алды, деді әуес бізге сұрақ қойып. Адам түсінбес сыр, шешілмейтін жұмбақ. Көрген білгеніңді айтсаңшы, дедім, шыдамай кетіп. Ой үстінде отырған әуеске. Әуес біздің ортамызда отырғанын жаңа ғана аңғарған сияқты. Сонан соң серпіле сөйлеп жөнелді. Бейіттің төбесінен төменге көз салғандағы әуестің көргендері, ақ сәлделі басын төмен салған күйі бейіт ішіндегі жер ошақтың басында ақша санап отыр. Бейіт іші кәдімгі үй сияқты. Шәугім, кесе, табақ жетерлік, керегеде 2-3 көрпе жастық жиналған. Бір бұрышта жиналмалы төсек. От басында бұталған ағаш. Дәу қара қазан ошаққа иелік етіп тұр. Керегеде әлсіз жанған балауыз шам. Ақ сәлделі бір кезде қолындағы кітапты тастай беріп, көрпелердің арасынан бір қорап темекі алып, бірін тұтатады. Сосын бұрыштағы құмырадан кесеге бір нәрсе құйып ішіп, тыжырынады. Қызық екен деп мырс еттім. Бұл тегін адам емес, деді Болат. Мүмкін құмырадағысы ғажап, қасиетті дәрі шығар, кім біліпті. Біз тым-тырыс қалдық. Шынында орта ағай шырақшыны неге жек көреді? Тіпті бірінші көрген адамы ғой. Бір қобди ақша, бір қорап темекі, ғажап дәрі. Ақ сәлделі саудагер емес пе? Діндар адам темекі тартпайды деуші еді апам. Бұл адамның кім екенін біліп көргәне. Қайткенде бұл құпияның сырын ашу керек, деді Сапар. Уәде. Әкел қолдарыңда.
Керней тартылып, барабан дүрсілдей соғылды. Балалар күркеден шыға, орталық алаңға жүгірді. Сәлден соң рапорттар беріле бастады. Құрал жабдықтарың сай ма? Сай дедік бір ауыздан. Алға. 3 құрам бірінің артынан бірі тізбектеліп, бетке өрледі. Алдыма қарадым. Сапар қайда? Көкәні түртіп қалып, сыбыр еттім. Ол басын жайқады. Әуесте Болат та бейхабар. Отряд бұл жолы бетке соққан жоқ. 1 шақырым жерде қашықтықтағы жотаға шықты. Төменге көз тіктім. Бейіт алдында арба тұр. Төскейде шабдар ат жайылып жүр. Жер ошақтың басында бейтаныс әйел. Буы бұрқыраған қазанның маңында күйбеңдеп әлек. Жанында басына әлдене бүркенген бала. Шешесі жетектеп апарып арбаға отырғызса, бала қояр да қоймай жылап етегіне жармасады. Ақ сәлделі көрінбейді. Бұл адам неге жұмыс істемейді? Аяғы ақсақ, қолы шолақ, көзі соқыр болса бір жөн. Онша кәрі де емес. Атам айтпақшы, тепсе темір үзетіндей адам. Кенет сүрініп, ет бетімнен түстім. Дізем дыз етті. Тапқан олжаңның жартысы менікі, деп күлді әуес. Ақ сәлдеңмен қоса құры, дедім бұрқ етіп. Тіс, деді нұқып қалған әуес. Міне, саға жолдың басы, деді ортай ағай. Селдейдің жарқабақты жағасындағы ескі сүрлеуді көрсетіп. Қиыршық тастар, шырмала өскен қой, бүлдірген сабақтары, қиядан саулаған ұсақ тастар ойпаң жерлерді көміп, жол табаны дөңестеніп, шөп басып, кейбір бұрылыстар қияға айналыпты. Төменде құдық түбіндегі судай жылтырап, селдейдің арнасы көрінеді. Белдеріңе арқан байлаңдар, сақ болыңдар. Тас көшкінін байқаңдар деген әмір естілді. Әп сәтте балалар дайын болды. Көгеннің түйіншіктеріндей әрі-едік бой көрсетіп жоғары өрледік. Ирек-ирек ескі сүрлеу, самұрыққа ұқсаған құз, алып түйенің өркешіндей найза тастар, төбі шіріп, құлаған қарағайлар. Қыздар тау өсімдіктерін жинаумен шұғылданса, ұлдар түрлі-түрлі тас теріп келеді. Өзеннің арғы бетіндегі биік жардың беті бытыра оқ тигендей шұрқ-шұрқ гуілдеген жабайы көгершіндер. Сәлден соң жол ауырлай түсті. Аңғар-аңғар құс қияны артқа тастап, биікке өрмелеп келеміз. Бізді тура кәдімгі альпинистерсің. Биік белеңге іліне, жарты сағат демалыс деген ортай ағайдың даусы естілді. Төменге көз тастаймын. Шексіз дала, егін аңыздары. Әрлі-берлі зуылдаған автомашиналар легі құмырсқадай құжынайды. Анау біздің шатырлар, деді көка, өзінен өзі қуанып. Шошақ бейіттің ұшы ғана көрініп тұр. Сапар не істеді екені, деді күрсінген әуес. Ағай, енді қашан жетеміз? Жарты сағаттық жол қалды, деді аға вожатый. Тамақтарыңды ішіп әлденіп алыңдар. Сәл тыныққаннан соң ортай ағай ортаға шықты. Анау қияны киік белеңдейді деп бастады ол әңгімесін. Соның арғы жағына біз барған қорғаныс шебі тиіп тұр. Мына жол қиыр беттен барып, тура түбінен шығады. Осы сүрлеумен жергілікті халық Қытайға ауған. Талай аттар аяғы тайғанап, қыстыгүні құзға құлаған. Біраздан соң жол ойламаған жерден тұйыққа тірелді. Жылқы жон белдеудің үстімен жүре отырып, ені 2-3 метрдей жыраға келгенде бәріміз тұрдық та қалдық. Төменге көз тастасаң басың айналады. Селдейдің арнасы ақ толқын атып жатыр. Жыраның ең тар жерін таңдаңдар. Ағаштан көпір саламыз, деді ортай ағай. Біздер іске жұмыла кірісіп кеттік. Саға жолмен Қашқаш қорғанысына жеткен соң төңіректі біраз аралап лагерге оралдық.
Ақсаңдаған Сапар қарсы жолықты. Оның мұнда қалу сырын тек қана төртеуміз білеміз. Қара сұр жүзі күрең тартып көзін қысты. Шаршап тұрғандығымызды естен шығарып, оның соңынан ілестік. Обалай, деді ол, қысық көздеріне мұң ұялап. Ауық-ауық қалың ернін тістелей береді. Шашы қобдырап кетіпті. Баланың көзі көрмейтін су қараңғы соқыр екен. Ал мен білсем, ақ сәлделі, нағыз алдамшы. Асықпай айтшы, не болды өзі, деді шыдамсызданған әуес. Бізден бөлініп лагерде қалған Сапар амалын тауып беткейдегі қалың қарағайға кіреді. Қой тастарды тасалай-тасалай бейітке жақындап келеді. Бала мен шешесінің әңгімесінің үстінен шығады. Ауылға қайтайықшы, дейді бала жалынып. Анасы баласына сонау Құмбелден 2 күн ұзақ жол жүріп келгендерін айтып жалынады. Әйел баланың 10 жасқа келгенше көзінің көріп, тіпті оқығанын да есіне түсіреді. Бала, қорқамын, бейтте жалғыз түнемеймін деп еңірейді. Шешесі ем үшін шырақшыға әкелген қойы мен ақшасын да айтып салады. Сен менің жанымда отырасың. Шырақшының айтқаны келіп қалар, ләйім. Әулие бабаның қабірінің жанына қонып шық. Ем қонып, жарық дүниені көресің, дейді анасы балаға. Мен ақ соқыр болайын. Бала айтқанынан қайтпайды. Көңілім босап кетті. Ашық аспан, көгілдір таулар, шырылдаған бала, мылқау бейіт, меңіреу молалар, ши басына ілінер шүберектер. Соқыр болсам адамдарды, апамды да атамды да көрмеймін. Мен шын бақыттымын. Жолдастарымды мына түнді көрудің өзі қандай қуанып кеттім. Ал анау баланы қарашы. Сен далада арбаның үстіне жатасың, деді соқыр бала. Әрине құлыным, деді шешесі қуанып. Анда-санда дауыстап қоясың ғой. Мені тастап кетуші болма, дейді бала. О не дегенің құлыным, ұйқым келе ме, сені жалғыз тастап. Әйел көзіне жас алып, жаулығымен сүртеді. Мама, сен жылап отырсың ғой, дейді сезіп қойған бала. Ал қойдым, дейді анасы азар да безер болып. Сен жылама, дейді бала анасын жұбатып. Мен әлі жазылып кетемін. Осындағы адам солай деген жоқ па? Иә балам, дейді әйел баласының сөзін қостап. Балалармен ойнаймын ғой, дейді бала қуанып. Айтқаның келсін жаным, дейді анасы. Сонан соң бала жолдастарын көргісі келгенін айтып армандайды. Адам жетектемей, өзі жүретінін айтып қуанады. Жан жағыма қарасам, достарымның жанары жасқа шыланып әрең тұр. Ту сыртымыздан арбаның төніп келіп қалғанын байқамаппыз. Ет бетімізден жата кетістік, көзіміз арбада. Тау қылып тиген қарағайды шабдарат әрең тартып барады. Үстінде бір уыс боп сәлделі отыр. Асығулы кейіп танытады. Үйіне әкетіп барады, деді көка. Көлікті пайдаланып қалмақ қой. Мұның аты алдау, деді Сапар. Баланы қамқорлыққа алып, үйіне қайтарудың амалын қарастыру керек. Қайтып деп шу ете түстік. Бүгін шырақшы бейітке кеш оралады. Сондықтан түнде баланы құтқарып, шырақшыны жазалау керек, деді көка. Қайтып, операцияның қиын жері де осы, деді Сапар. Ойланып отырып қалдық, мұндайда ақыл берер кім бар. Кешкі тамақтың дабылы естілді. Лагерге қарай жүгіре жөнелдік. Кешкі тамақтан соң Ортай бізді сапқа тұрғызды. Мал санағандай ішінен күбірлеп шықты. Шамасы ол да бір нәрседен қауіптеніп жүрген сияқты. Жеке шығып күбірлесеміз ғой. Әсіресе қыздар қауіпті. Ауыздарына сөз тұрмайды. Неге олар сонда екені? Адамдар қызық өзі. Өткен өмірді көзімен көріп,
қолымен ұстағандай сөйлейді. Тарихтан беретін Бектұр ағайдың айтуынша, бай да кедей де екі аяқты адам. Бірақ байлардың да жұртына жасаған жақсылығы мол екен. Сонау Қарағаш деген жерде ағайынды 3 бай балаларға арнап мектеп ашыпты. Кедей деп, бай деп ешкімді бөлмепті. Әуелі кедей балаларын оқуға тартып, жатақхана тұрғызып, киімін сатып беріп, оқу құралмен жабдықтап оқытыпты. Жер дүниеден мұғалім шақыртып, оларға қомақты ақша төлепті. Дүкен салып, тауар әкеліп, жұртқа сатыпты. Малын баққан адамдарды қамқорлыққа алып, азық түлігін беріп, соғымын жыл сайын беріп отырған. Ол кезде уез деген болыпты. Ал кейінде қызылдар билік басына келген соң, байдың барлық малын тартып алып, оларды ит жеккенге түрмеге айдапты. Не үшін? Малы көп болғаны үшін бе? Бұның бәрі атамның әңгімесі ғой. Онда да ешкім жоқта айтатын. Әлде кім кіріп келсе қоя қоятын. Кейде сұрап қоймасам, әй балам, жұрттың бәрі бірдей емес. 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге жайылады. Біреуге жақсы, біреуге жақпайды. Сонан соң басым бәлеге қалмай ма, деп атам әңгімесінің артын жұтып қоятыны жұмбақ. Сұрайын деп тағы сауал қойсам, тұра қашады. Ол ма? Кейде батырлар туралы сұрақ қоямын. Мұндайда атам сыбырлай шешіліп сөйлеп кетеді. Біздің де Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шақшақ Жәнібек сияқты елін қорғаған атақты батырлары болған, дейді. Көзім ілініп бара жатып селк еттім. Ойыма соқыр баланың тірлігі түсті де, өзімнен өзім уайымға түстім. Жап-жас бала кімге не жазыпты? Қайран аналар-ай, әрқашан біздің жанымызбен жаны бірге. Әбден амалы таусылған соң, әулие жерленген ақ күмбезге жеткен ғой. Қайран балалық шақтың тағы бір баласының шырағынан айрылған-ай. Жүрегімен сезінгенімен жарық дүниені көрмегелі қиын-ақ қой. Оның үстіне осы бір жасына дейін көзі көріп, достарымен ойнап, мектепте оқып, күн кешкен. Өзің ойлашы, кешегі анасын, досын, құрбы достарының бет бейнесін көрмей, қара түнекте қалған баланың келешек тағдыры не болмақ? Атасы айтқандай, жарық дүниеге келіп, оның жақсылығын көзімен көріп, қолмен ұстамаған тағдырдың несі қажет? Сонда да адам пенде, ғажап күрескер ғой. Анау арыда шөже ақынды айтпайсың ба? Дүниені көрмесе де жүрегімен сезіп, талаймен айтысып, жеңіп, қорланғанды тәубесіне келтірген ғой. Неткен ғажап адам десеңші? Берідегі Садық Кәрімбаев деген соқыр әнші болды. Өзі де талай ән шығарған. Жұрт алдына жетектеп шығып, көкейіндегі қуанышын, қайғысын әуенмен жеткізіп, ел қамқорлығына бөленді ғой, деген әңгімесін есіме түсірдім. Оның сыртында әлемдегі музыка әуезіне үлес қосқан Бетховенді айтсаңызшы. Көзімен көрмей, қос көзінен айрылса да, түнгі соната сияқты ғажап шығармасын әлем жұрты біледі ғой. Шіркін, анау соқыр баланың көзі кенет ашылып кетіп, мынау көк шалғынды әсем тауды, мына қышқашты, селдейді көрсе ғой, жүрегі қуаныштан жарылып кетпес пе екен. Қайран қор болған бала, қайғырған ана. Атам айтпақшы, іштен шыққан сұржыланым, сонау алыстан жеткенін айтсаңшы. Ана бір ақ киімді шырақшыға қайдан кез болды екен? Үмітсіз шайтан, сапар айтпақшы, баланың үйге қайтқысы келеді. Оның үстіне елді алдап, ақша жинап, ақ судан ұрттаған адамнан қай бір емші шығар дейсің? Ондайларға дүниедегі ең қажетті нәрсе ақша. Соны табу үшін жанын салып пенделік күн кешеді. Иә, рас қой, адамдарды неге сондай етіп жаратты екен? Бұл дүниеде адам түсінбейтін небір жұмбақ көп. Басқаларға білдірмей сыртқа шықтым.
Қияқ ай енді тау тасынан шығып, ақ сәулесін көлеңкелі түкпірлерге түсіріпті. Соншама ғажап күш сәуле қаншама жердің түр тұлғасын айқындап тұр. Нағыз керемет сол ғой. Табиғат ананың адам атаулыға жасаған жақсылығы. Ал ертемен айды қуалап күн шығады. Алдымен қиыр бетті ақ шақпаққа бояп, Шыңғысқанның қалың қолы сияқты ал қара көк аспанның бір бөлігін жаулап алады. Бұл сәтте алып жер ұйқыдан ояна бастайды. Сонан соң нұрлы найза шашақтарын жер дүниеге тіреп, күн сұлу шыға бастайды. Әлгіндегі Шыңғысқанның бар әскері бұл сәтте ғайып болады. Есесіне таң атып, жер мен аспанның ашық бейнесі жарқ етіп көрінетіні ақиқат. Айтпақшы, біздің таңда шақыратын әтешіміз Горн сыңқылдап қоя береді. Тұр-тұрдан хабар келсе, ұйқыдан маза кетеді. Тұру сешең, мәйкішең, орталық алаңға қарай тұра жүгіресің. Анау бір тоңғақ жұлдыздарды қимай шатырға кірдім. Балалар тәтті ұйқыда. Әлде біреу түс көріп сөйлейді кеп. Бәрінен де айды да, түнді де көре алмайтын соқыр баланы айтсаңшы. Ертең операцияның нәтижесін анықтау үшін міндетті түрде бейтке аттанамын. Ойланып жатып кірпігім айқасып кетіпті. Айсыз түн, жұлдызы жамыраған аспан, әзірейлі бейіт. Қиыр беттен еңбектей жер ошаққа таяп келдік. Басына күпәйкесін жастанған әйел анда-санда тұрып, от көсейді. Баласы жанында. Ақ сәлделі қайда екен, Операцияға дайындалыңдар деп сыбырлады Көка. Бейіттің жан жағына күзет қойылсын. Байқаңдар, әйелден сақ болыңдар. Әп сәтте балалар жан жақты түгел бақылап шықты. Операция басталды, деді әуес. Түрін көрсең, нағыз әулие. Кешке дейін жасанып үлгеріпті. Мұрт, сақалы бар. Аяғы жалаң аяқ, басында сәлде. Қауіп төнсе, көмекке келіңдер, деді ол. Сәлден соң әулиенің даусы естілді. О, шырақшы, неге алдайсың елді? Әулие пірім-ай, кешіре көр, бісміллә деп сыбырлай жалынған шырақшының үні естілді. Арақ ішіп, темекі тартып, елден ақша жинап, неге бейтті бұлғайсың? Құрт көзіңді, елдің ақшасын өзіне қайтар. Тамыққа түсесің. Мен сені күнде бақылап жүрмін. Енді көзіме көрінбе. Әуестің даусы шырылдай естілді. Тым тырыс тыңдап жатырмыз. Тезірек шықса екен деп тілеуліміз. Әуес нағыз артист қой. Ақыры шықтау. Бұлай шыға күлкімізге ие бола алмадық. Әй, әулиенің не істейтінін бақылайық, деді әуес. Лагерде болған күндеріңнен күнделік жазыңдар. Бүгін демаласыңдар. Ертең ауылға қайтамыз. Кешкісін алау жағамыз, деді ертеңгісін. Ортай ағай сап алдында. Тәртіп қатал сақталсын. Лагерден ешкім рұқсатсыз ешқайда кетпесін. Бекініс сақшылары орнында болсын. Қап, деді әуес. Мыналардың қорлығын-ай. Ары-бері теңселе басып, басын шайқаумен жүр. Қайткен күнде бейтті бір бақылап келуге тиіспіз, деді Сапар. Осы жолғы тапсырманы мен орындаймын, дедім достарыма. Сақшылардың көзіне шалынбай өте аласың ба, деді Көка. Амалдап көремін. Дұрыс шешім, деді Болат. Жалғыз барғаның жөн, бәрімізді байқап қояды. Ертеңгі тамақтан соң жолға дайындалдым. Штаб орналасқан шатырдағы кезекшілік тізімге үңілдім. Сәтіне қарай сақшының бәрі ұлдар. Қыздар қиын. Ортайға әп сәтте хабарлайды. Шатырлардан ұзай
қалың ағашқа кірдім. Қиыр беттегі бекіністі сырығында жалауша желбірейді. Жанында дулат солдатша қалшиып тұр. Біздің құрамның орталық шабуылшысы. Футбол десе ішкен асын жерге қояды. Тоқта, деді ол анадайдан дауыстап. Белгіңді айт. Мен бейбітпін ғой, дедім жақындай түсіп. Мен сені танымаймын. Белгіңді айт. Әйтпесе, штабқа хабарлаймын, деді ол қасарса түсіп. Қапелімде ойыма бір нәрсе сап ете қалды. Кеше жасырынбақ ойнаған жерге атамның 8 басты бәкісін тастап кетіппін, дедім жалынышты үнмен. Анада сен орбита қақпасына гол соққанда өзіңе көрсетіп едім ғой. Дулаттың жүзіне сынай қарадым. Кеше командалар арасындағы былғары доп жүлдесі үшін арбитамен ойында 11 метрліктен Дулаттың соққан добы бізге жеңіс әкелген. Шіркін, сол голды қалай соқты ма, деді мәмілеге келе бөсе сөйлеген Дулат. Қақпашы оңға құлады. Доп сол бұрышта тулап жатты. Блохиннің Майерге соққан добы сияқты, дедім оған жел бере. Айтқандай, айтшы еді ғой сені шалып құлатқан. Сазайын сен бердің, дедім мен. Дулат мақтанғанды жек көрмейді екен. Маған сыбырлай төніп, бүгінгі белгі футбол, деді ол. Әй, сен көп кешікпе. 1 сағаттан соң мені ауыстырады. Орта ағай сезіп қойса, төбеме шай қайнатады. Ол ештеңе емес қой. Бәкі үшін атам жонымнан таспа алады, дедім мен. Уақыттан кешіксең дабыл көтеремін, деді ол даусын салмақтап. Уәде. Онда 5 сәт тілеймін. Ішімнен Дулатқа ұрсып келемін. Адам деген қызық өзі, мақтаншақ. Саған бекіністі сеніп тапсырған жоқ па? Ал сен әуелі құпия белгіге дейін айтып қойдың. Дулат, сен аңқаусың, әрі мақтаншақсың. Қия-қияны аралай бейітке жақындап келдім. Жан жағымды бақылап алып, маңайға көз тіктім. Жарайсың, әуес, деймін күбірлеп. Операцияның нәтижесін қара. Арба да, ат та жоқ. Демек, шырақшы соқыр баланы анасымен ауылына қайтарып, өзі де қарасын батырған. Нешауа, дедім атамшылап. Міндетімізді орындадық. Сөйттім де жүгіре жөнелдім. Құстай ұшып келсем, Дулат көрінбейді. Кенет әлдекім ту сыртымнан қапсыра құшақтай алды. Біздің отрядтың 3 баласы. Қарсыласуың бекер, қолға түстің, деді бірі. Сені орта іздеп жатыр, түс алға. Лагерге жақындап келгенде сап алдында тұрған Сапарды көрдім. Сөйткенше 3 бала маған қарай саптан шығып тұра жүгірді. Бұлар Көка, Сапар, Әуес еді. Жеңіс біздікі, дедім оларға. Балалар сапта тұрғандарын ұмытып кеткен сияқты. Жан жақтан сұрақты жаудыртып жатыр. Менің қолдаушыларым, назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.